Қайырлы күн көрермендерім, жұмыртқасыз, сүтсіз, айрансыз пісетін шоколадный пирогтың рецебін сіздермен бөлісетін боламын. Рецепті соңына дейін қарап, жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Електен өткізілген ұнымызға какао және қант саламыз. Қопсытқыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы құрғақ қоспамыздың үстіне сұйық май және қайнаған ыстық суды екіге бөле отырып құйып, жайлап араластырамыз. Пирогтың массасы осылай сұйық болып шығу керек. 21 диаметрлі формамызға немесе осы мен сияқты кальцияға фольганы кигізіп, тестамызды құямыз. Қызып тұрған пеште 30-35 градуста пирогымызды пісіретін боламыз. Өзіңіздің пешіңіздің қызу градусына қарайтын боласыз. Бетіне ганаш дайындайтын боламыз. Менде 100 грамм Қазақстан шоколады мен 2 ас қасық сұйық майды араластырып, ерітіп, пирогтың бетіне жағатын боламын. Бұл шоколад жағу міндетті емес, қалауыңызша сгущенканы жақсаңыз болады, бетіне орех сепсеңіздер болады. Мен осындай шоколадты ерітіп, бетіне жағып шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үйдегі бар қарапайым ғана заттан жасалады. Ешқандай жұмыртқасыз, сүтсіз, айрансыз жасалатын пирогтың дәмін міндетті түрде көріңіздер.